Балалар арнасы Диндил студио. Жануарлардың сұлбасына қараймыз да, ол қайсы жануардың сұлбасы екенін табамыз. Қане достар, бұл ненің сұлбасы, ойланып көрейік. Мүмкін аюдың сұлбасы шығар. Жоқ. Әлде түлкінікі ме екен? Жоқ. Мүмкін қасқырдың сұлбасы болар. Я, өте дұрыс. Бұл қасқыр. Бұл қайсы жануардың сұлбасы? Ойланайық. Мына жануарды басып көрейік. Жоқ. Тағы да көрейік. Жоқ. Мынаны басып көрейік. Я, өте жақсы, бұл қоян. Бұл сұлбаның артында қай жануар жасырынып тұр екен? Жоқ. Мүмкін аю шығар? Жоқ. Келесі жануарды басып көрейік. Я, дәл таптың, бұл түлкі. Ойланып көрші, бұл ненің сұлбасы? Жоқ. Қасқырды басып көрейік. Жоқ. Бұл аюдың сұлбасы деп ойлаймын. Я, бұл аюдың сұлбасы. Керемет. Ойланып көрші, бұл ненің сұлбасы? Мүмкін түлкінікі шығар? Жоқ. Әлде қоян ба екен? Көрейікші. Жоқ. Осы суреттегі жануар болар. Я, керемет. Бұл тиынның сұлбасы. Бұл сұлбаның артында қайсы жануар жасырынып тұр екен? Менімше, тиынға ұқсайды. Жоқ. Қасқырға да ұқсайтын сияқты, көрейікші басып. Жоқ. Мынаны басып көрейік. Я, әрине, бұл тасбақа ғой достар.
жануарлар мен бірге билейік. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on his farm he had a cow, E-I-E-I-O. Егер де саған ұнаса, осы арнаға жазыл.